Hello everyone, welcome to our English lesson. Баршаларыңызға сәлем, біздің білімгі YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліне ең көп қолданылатын топ 20 етістікті үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта басын үйренген болатынбыз, енді сол сабақтың бұл жалғасы. Ең бірінші етістік бұл бізде to envy, қызығу. Ол саған қызығады. Айтып көрейік, осы сөйлем қалай айтылады? Ол саған қызығады. Қызығуды жаңа біз envy деп алдық, иә? He envies you. He envies you. Келесі етістік ол бізде to chat. Chat, әңгіме айту. Оған әңгіме айтқан ұнайды. Қалай болады осы сөйлем? Оған әңгіме айтқан ұнайды. Ұнау бізде like еді. Ал енді осыны біріктіріп көреміз. She likes to chat. She likes to chat. Енді келесі сөйлем бізде let's chat in English. Осы сөйлемді қазақ тіліне аударып көрейік. Let's chat in English. Қане ағылшын тілінде сөйлесейік, немесе әңгіме айтайық деп аударсақ болады, иә? Сенің ағылшынша әңгіме айтқаның мені шабыттандырады. Алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, осы шабыттану деген етістікті есімізге түсіреміз. You inspire me to chat in English. You inspire me to chat in English. Келесі етістік ол бізде believe, сену. Маған сен, мен әңгіме айтқанды жақсы көрмеймін. Like бізде ұнату еді, ал ұнатпау don't like, иә? Believe me, I don't like to chat. Believe me, маған сен, иә? I don't like to chat. Келесі сөйлем бізде I believe in myself. I believe in myself. Яғни believe пен бірге in предлогы қолданып тұр, есте сақтап аламыз. Мен өзіме сенемін. Иә, яғни өз-өзіңе сенетініңді айтқан келген кезде дәл осылай I believe in myself деп айтамыз. Келесі сөйлем бізде you inspire me to believe in myself. Ал осы сөйлемді бірге аударып көрейік. Жаңағы сөйлемге ұқсап тұр, бірақ inspire деген етістік бар, иә? Сен мені өз-өзіме сенуіме шабыттандырасың. Яғни inspire бізде шабыттандыру еді, иә? Есімізге сақтап аламыз. Келесі етістік ол бізде celebrate, тойлау, атап өту. Ал енді сөйлем аударып көрейік. Мен осыны атап өтемін. Қалай болады? Мен осыны атап өтемін. Атап өту, тойлау бізде celebrate еді. I celebrate it. I celebrate it. Есімізде сақтап аламыз. Мереке holiday деп атайтын еді, иә? Яғни мерекелерді біз ағылшын тілінде holiday деп атаймыз. Ал бұл мереке дегенше қалай болады? Менің ойымша, бұны бәріңіз аудараласыздар деп ойлаймын. Бұл мереке. This holiday. Яғни бұл мереке this holiday деп атайтын боламыз. Есімізде сақтап аламыз. Ал енді келесі сөйлем бізде мен осы мерекені атап өтемін. Дәл осы сөйлемді қалай аударамыз? Мереке бұл бізде holiday болды, атап өту celebrate. Құрастырып көреміз. I celebrate this holiday. I celebrate this holiday. Тамаша. Есімізде сақтап аламыз. Келесі сөйлем, олар маған кеңес береді. Кеңес беру деген етістік қалай еді бізде? Алдыңғы сабақта өттік. Немесе алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады. They advise me. They advise me. Сонда кеңес беру деген етістік бізде advise болып тұр, иә? Олар маған осы мерекені тойлауға кеңес береді. Ал осы сөйлемді аударып көрейік. Кеңес беру бізде advise, ал тойлау атап өту бізде celebrate.
They advise me to celebrate this holiday. Дәл осы сөйлемді де есімізде сақтап, жаттап аламыз. Келесі етістік бізде enjoy, рахаттану, ұнату. Мен осыдан рахат аламын. Осы сөйлем қалай болады? Рахат алу, рахаттану бізде enjoy. I enjoy it. Оңай, есте сақтауға да өте оп-оңай. I enjoy it. Келесі сөйлемізде маған осы сабақ ұнайды. Жаңа айттық, ұнау бізде enjoy. Like деп те атамыз, бірақ мынау рахаттанасы ұнатқаныңнан. I enjoy this lesson. Сонда ұнау деген етістікті біз enjoy деп те қолдана берсек болады екен. I enjoy this lesson. Маған саяхаттау ұнайды. Осы сөйлем қалай болады? Саяхаттау бізде traveling. Ал enjoy бізде ұнату. I enjoy traveling. Enjoy дегеннен кейін бізде келетін сөздерге етістікке ing жалғанады. Есімізде сақтап аламыз. Маған ағылшын тілін үйренген ұнайды. Үйрену деген етістік қалай еді бізде? Сол етістікке демек ing жалғаймыз, I enjoy learning English. Сонда learn бізде үйрену болып тұр. I enjoy learning English. Келесі етістік бізде choose, таңдау. Choose, таңдау. Мен осы кафені таңдаймын. Мен осы кафені таңдаймын. Ал осы сөйлем бізде қалай болады? Бірге аударып көреге, кафе бізде cafe деп аударылады. I choose this cafe. I choose this cafe. Дәл осы сөйлемді де біз өте көп қолданамыз сөйлеу кезінде. Бұл орын бізде this place деп аударылады. Бұл орын. Мен бұл орынды таңдаймын. Ал осы сөйлем қалай болады екен? Бірге аударып көрейік. I choose this place. I choose this place. Келесі сөйлем. Мен өз өмірімнен рахаттануды таңдаймын. Ал аударып көрейік осы сөйлемді. I choose to enjoy my life. I choose to enjoy my life. Келесі етістігіміз бізде ignore, елемеу, мән бермеу деп атаймыз, Ignore, елемеу, мән бермеу. Ал енді осыған қатысты сөйлемдерді айтып үйренейік. Мынаны жай ғана елеме. Жай ғана деген бізде қалай болатын еді? Есімізге түсіріп көрейік. Сосын сөйлем қылып құрастырамыз, Just. Жай ғана деген just деп аталады, Just ignore it. Just ignore it. Мынау адам. Ал осы сөйлем бізде қалай аударылады? Мынау адам. Әрине. This person, бір адам person деп аударылады. Мына адамды жай ғана елеме. Осы сөйлемді бірге аударып көреміз. Ignore бізде елемеу еді. Just ignore this person. Just ignore this person. Келесі сөйлем. Just ignore this person and enjoy the party. Ал осы сөйлемді қазақ тіліне аударып көрейік, қалай болады екен? Мына адамды елемей қой, және көңілді кештен рахаттан, көңілді кештен ләззат ал деп те айтсақ болады. Келесі етістік бізде контакт, байланыс жасау. Мына адаммен байланыс жаса. This person бізде мына адам еді, Ал енді байланыс жасау бізде contact. Contact this person.
Өте оп-оңай. Contact this person. Ал келесі сөйлем қандай екен бізде? Мен саған кеңес беремін. Осы сөйлемді аударып көрейікші. Әрине, I advise you. Ал енді тұтас сөйлем болып алайық. Мен саған мына адаммен байланыс жасауға кеңес беремін. Ал осы сөйлем қалай болады екен? I advise you to contact this person. Маған мына адаммен байланыс жасау керек. Ал осы сөйлемді аударып көрейік. Бірге байланыс жасау, contact. Ал кеттік. I need to contact this person. Керек деген бізде need to деп аударылады. Келесі етісіңіз бізде listen, тыңдау. Listen деген сөзден кейін әдетте to предлогы қолданылады. Мысалы, музыка тыңдау, ол бізде listen to music. Ең көп қолданатын сөйлем, сондықтан осылай тіркес ретінде жаттап алсаңыздар болады. Мына адамды тыңдау. Қалай болады? Мына адам бізде this person еді, ал тыңдау бізде listen. Сонда listen to this person. Байқасаңыздар, listenнан кейін to предлогы келіп тұр. Ал мен ұнатамын, рахаттанамын бізде I enjoy болып тұр. Алдында алған болатынбыз бұл етістікті. Ал енді сөйлем ретінде алатын болсақ, маған музыка тыңдаған ұнайды. Мен музыка тыңдағаннан рахаттанамын деген сөйлемді ағылшын тілінде айтып көрейікші, кәні бірге. I enjoy listening to music. Яғни enjoyдан кейінгі келген етістікке ing жалғап тұрмыз, байқасаңыздар. This person inspires me. I enjoy listening to him. Қазақ тіліне аударып көрейік. Мені мына адам шабыттандырады. Маған оны тыңдаған ұнайды. Қалай болады екен? Келесі етістік бізде continue, жалғастыру. Continue деп оқылады. Өтінемін, жалғастырыңыз. Осы сөйлемді аударып көрейік. Өтінем деген сөз қалай? Менің ойымша бұл сөзді барлығы білсе керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыңдар. Please болады. Please continue. Please continue. Бір нәрсе жасауды жалғастыру. Continue doing something. Continue doing something. Continue listening to music. Осы сөйлем қалай болады ағылшын тілінде? Continue listening to music. Дұрыс айтасыңдар. Музыка тыңдауды жалғастырыңыз. Музыка тыңдауды жалғастырыңыз. Can I continue? Ал осы сөйлем қалай болады? Сұрау сөйлем болып тұр. Жалғастырсам бола ма? Рұқсат ретінде қолданылып тұр. Келесі етістік бізде add, қосу, бір нәрсеге қосу. To add some salt. Осы сөйлем қазақ тіліне аударып көрейікші. Salt бізде қандай сөз еді? Қандай зат есім еді? Тұз, аздап тұз қосу. To add some salt. To add some sugar. Ол бізде аздап қант қосу деп аударылады. I advise you to add some salt. Ал осы сөйлем қалай болады екен? Бірге қазақ тіліне аударып көрейік. Мен саған аздап тұз қосуға кеңес беремін. Дұрыс айтасыңдар. Керемет. Can I add something? Өте оңай деп ойлаймын бұл сөйлемді аудару. Бір нәрсе қоссам бола ма? Рұқсат ретінде біз can'ды қолданамыз. Келесі етістік бізде to pass, беру, беріп жіберу. Өтінемін, тұзды беріп жіберіңізші. Ал өтінем деген сөзді білеміз, беру дегенді білеміз, тұзды да білеміз. Ал енді осын қосайық. Please pass the salt. Өте керемет сөйлем шықты. Келесі сөз бізде to scold. Scold, ұрысып, немесе есеп беру. Don't scold me. Мені ұрыспа деп аударамыз. Don't scold me. I will scold you. Мен сені ұрысамын. I will scold you.
My mom will scold you. Осы сөйлемді аударып көрейік, қалай болады екен? Менің ойымша өте оңай сөйлем. Иә, менің анам сені ұрысады. Scold, ұрысу, есеп беру. Келесі етістік ол бізде relax, демалу. Relax. Демал дейтін болсақ, relax деп қолданамыз. Сөздің өзі демал дегенді білдіріп тұр. Саған демалу керек. Өте оңай сөйлем болып тұр. Бірге аударып көрейік, қалай болады екен? You need to relax. You need to relax. Міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бүгінгі біздің үйренген етістіктеріміз осы болатын. Байқасаңыздар, сөйлем түрінде, сөз тіркесі ретінде үйрендік. Міндетті түрде үйреніп біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.